Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін Карпатка тортын дайындаймыз. Карпатка тортының қамыры заварной, яғни қайнамалы қамыр деп аталады. Ыдысымызға сүтті, суды және сары майды, қант, тұзды салып, барлығын араластырып, отта қыздырып аламыз. Осылай араластыра отыра қайнаған кезімізде ұнымызды салып араластырамыз. Ұнды салған кезде тез-тез жылдам араластыруымыз қажет. Міне ұнымыз салдық, енді бірнеше рет қайтара әбден араластырамыз. Қамырымыз осындай жылтыр болды, дайын болды. Енді қамырымызды бөлек ыдысқа салып суытамыз. Қамырымыз суып болғаннан кейін үстіне бір-бірден жұмыртқа салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып шықты. Қамырымызды екіге бөліп, пергамент қағазы төселген ыдысқа қалпымызды қойып, ортасына салып шығамыз. Ортасына тегіс қып қамырымызды салып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-20 минут пісіреміз. Пісті, енді оны суытамыз. Ыдысымызға қант ұнтағын және сүзбелі ірімшікті, қойытылған кілегейді барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, осындай крем дайындаймыз. Креміміз дайын болды. Енді мен салмасына таңқурай алдым. Карпатка тортының ерекшелігі қамыры Карпат тауы сияқты қисық болып шығады. Бірінші қамырымызды салып, оның үстіне таңқурайларымызды салып, және үстіне кремімізді толықтай жағып шығамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін тағы да таңқурайларды сеуіп шығамыз. Оның үстіне екінші қабат қамырымызды салып, бұл дайын болған кезде қамырымызды, яғни тортымызды тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қоямыз. Тортымыз осындай болып шықты. Енді үстін әдемілік үшін таңқурай мен мятан, яғни жалбыз жапырақтарын салдым. Тортымыздың сыртындағы кальцосын алып, және қағазымызды алып тастаймыз. Тортымыз ерекше әдемі болып шықты. Өте дәмді, әрі тез жасалатын жазға арналған десерттардың бірі. Әдемілік үшін қант ұнтағын себеміз. Карпатка торты отбасымыздың сүйікті тортына айналды. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасаңыздар. Менің каналыма комментарий жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.